Сәлем достар, бұл видеода 5 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламын. Яғни 5 айлық баланың физикалық дамуы, когнитивтік дамуы, эмоционалдық дамуы туралы айтатын боламын. Және 5 айлық балада қандай дағдылар қалыптасу керек, және қай кезде алаңдау керектігін толыққанда түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 5 айлық балаңыз қазір айналасындағы дыбысқа, заттарға қызығушылық таныта бастайды. Ол ойыншықтарды қарап, қолымен ұстауға тырысатын болады. Анасын, әкесін жақсы танитын болады және бөтен адам көрсе, оған үңіліп, оның бөтен екенін біліп, оған бетіне қарап, бұртиып жылауы мүмкін, немесе күлімсіреп, ол адамға үңіліп қарауы мүмкін. Әрі қарай және осы кезде бала ата-анасының эмоциясын, ата-анасының түр әлпетіне қарап, оның эмоциясын түсініп бастайды. Мысалы, ата-анасы оған дауыс көтеріп сөйлесе, ол кезде бала бұртиып жылай алады. Немесе күліп, оны ойнатқан кезде емін-еркін, күліп, мәз болып, өзінің қуанышын шығара алатын болады күлу арқылы. Бұл оның, яғни алғашқы коммуникациясы болып саналады. Және ата-анасы сөйлеген кезде, және жақындары сөйлеген кезде оның сөзін мұқият тыңдап, одан кейін ол бала да жауап қайтарады. Агу, гу, а, бу деген сияқты өзінің былдырлаған сөздерімен жауап қайтаратын болады. Яғни осы кезде сіз балаңызбен көбірек әңгіме айтып, оны құшақтап, сүйіп, бірге қыдырып, бірге жүруіңіз керек болады. Әрі қарай 5 айлық бала мойнын нық ұстай алатын болады. Ол оңға да, солға да, жоғары төменде емін-еркін қозғала алу керек. Дыбыс шыққан жағына қарай басын емін-еркін қозғай алу керек. Және баланы ішпен жатқызған кезде ол қолын, яғни алақанын немесе шынтағын тіреп, кеудесімен басын көтере алатын болу керек. Және ол ішпен жатқан кезде артқа қарай домалап алуы мүмкін, немесе арқасымен жатқан кезде уже бір жамбасқа қарай қисайып, аунауға әрекет жасау керек, немесе аунап бастайды осы кезде. Және осы кезде бала бір қолын жерге тіреп, бір жамбасымен қисайып, отыруға да әрекет жасап бастайды. Дәл осы кезде баланы ішімен көп жатқызу керек. Күніне 4-5 реттен 5 минут, 10 минут, 15 минут аралығында баланы ішімен жатқызып, оны ойыншықтармен ойнатып, солай ұзақ уақыт жатқызу керек. Бұл жерде ескеретін жағдай, баланы ішімен жатқызған кезде міндетті түрде қасында ересек адам болуы керек. Ол баланың қауіпсіздігі үшін аса маңызды. Мысалы, баланың алғашқы айларында сіз оны күніне 1 рет, немесе 2 рет, 2 минут, 3 минут, әрі кетсе 5 минут аралығында ішпен жатқызып жүрген болсаңыз, енді сіз соның уақытын созасыз. 10 минутқа, 15 минутқа қасында өзіңіз отырып, оны ойыншықпен алдап, ары-бері қозғалуына мүмкіндік жасайсыз. Дәл осы арқылы бала аунауды, еңбектеуді үйренетін болады. Оның осы бастапқы кезеңі ішпен жату болып табылады. Және дәл қазіргі сәттен бастап балаңызбен көзбен контакт жасап, әңгіме айтып, көзбен контакт жасау арқылы оған өлең айтып, оған қарап, онымен сөйлессеңіз, балаңыздың дамуына ол өте жақсы көмектеседі. Балаңыз сізді сезіне алатын болады, оған қарап сөйлеп жатқаныңызды, оған қарап сіз эмоция білдіріп жатқаныңызды бала анық сезетін болады. Бұл оның алғашқы коммуникациясы болып табылады. Егер балаңызда осы мен айтқан дағдылар қалыптасқан болса, осы мен айтқан дағдылар байқалса, онда сіздердің балаларыңыз дұрыс бағытта дамып келе жатыр. Ал егер қай кезде алаңдау керек? Егер балаңыз 5 айда басын көтермесе, аунамаса, аунауға әрекет жасамаса, көзіңізге қарамаса, күлмесе, немесе былдырлау сөздері агу, бу, а деген сияқты сөздері өте аз болса, реакция білдірмесе, қимыл қозғалысы аз болса, қолына затты ұстамаса, осы кезде сіз дабыл қағуыңыз керек. Невропатолог, педиатр сияқты мамандарға барып, солардың нұсқаулары бойынша әрекет жасауыңыз керек. Массажы бар, ЛФК-сы бар. Баланы дамытуға физикалық тұрғыда
танымдық тұрғыда баланы дамытуға әрекет жасауыңыз керек болады. Әрі қарай қазір өз балаларыңыздың қандай әрекет жасап жатқандығын комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдыра беріңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.